Ассалаумағалейкум жігіттер. Мен бүгін сендерге қызбен танысу туралы әңгіме айтамын. Ең бастысы қызбен танысу үшін не істеу керек? Қызбен танысу үшін оларға көп сыйлық, көптеген ақша және сыйлықтар сыйлауға болмайды. Өйткені көптеген жігіттер қателеседі. Егер мен көп подарка, көп жүгірсем, онда қыз маған қарайды деп. Бірақ ол дұрыс емес. Жеке тәжірибем бойынша мен 2000 рет далада таныстым. Көбінесе интернетпен танысу өте жақсы, бірақ интернетте ойдағыдай қыздар болмайды. Интернетті суреттен әдемі болғанмен өмірде басқаша болады. Мысалы, арық болса суретте, өмірде толық болып түседі. Қанша рет интернетпен көрдім тәжірибе ретінде, бірақ оннан бірі ғана ұнады, бірақ оннан бірінің өзі бір нәрсесі кем болып тұрды. Сондықтан жігіттер, сендерге айтарым, көшеден танысыңдар. Көшеде қыздар көп, және көшеде көп таңдап аласыңдар. Көбінесе автобус болсын, дала болсын, қыдыру саябақтары болсын, мегацентрлер болсын, сол жерде танысыңдар. Сендер қыздарды біріншіден көресіңдер, екіншіден көп деген әсер аласыңдар жақсы жағынан. Түсінем, басында танысқан өте қиын болады, ұяласыңдар. Сосын ең бірінші танысу қиын болады. Сосын 3-4 танысудан кейін өздерің ұялу жағы ашылып кетеді. Сол себептен жігіттер, көшеде танысыңдар. Көшеде таныссаңдар өте жақсы. Және де подарка, сыйлық қыздарға алудың қажеті жоқ. Тек қана мейрам күндері бір шағын бір гүл мен осындай кішкентай гүл мен бір шоколад, сондай арзан. Өйткені біріншіден айтарым, егер қыздарға көп сыйлық, подарка берсеңдер, қыздар ондайды бағаламайды. Бағаламайды да, және оған беретін адамдар көп. Ал беретін адамдардан өзгеше болу үшін қыздарға көп сыйлық қажет жоқ. Көбінесе өздеріңмен қызықтырсаңдар, сол кезде көп пайда сода жатыр. Ал көбісі подаркамен және қызық заттармен қыздарды сатып алғысы келеді да, негізі ол дұрыс емес. Мен де ондаймен келіспеймін. Егер подарка бірнәрсе бір күнге болмай қалса, онда қыз жаман ойлап қалады. Сол себептен басынан бастап қызбен танысып жүрмей тұрып, подарка ешнәрсе керек жоқ. Тек қана қызықтырсаңдар болды. Көбінесе анекдот, қызық әңгімелер айтсаңдар, сол кезде қыздардың өздері сынады. Тағы да бір оқиға, тәжірибе ретінде көргем, қыз сендерге подарка беріп, көп подарка жасаса, подарка беріп, сендер подарка бермейсіңдер. Сол кезде қыз сендерге ғашық бола бастайды. Ол неліктен? Өйткені сендерге подарка берді ғой. Подарка бергендер сендер қарамай жоқ болып кетсеңдер, онда ол қызға негізі өте обидно болады. Сондықтан жігіттер, мен сендерге стратегияны үйрете бастаймын. Қызбен танысу керек, қалай керектігін. Әр жаңа видеода мен сендерге стратегияны айтам, және де сабақтың соңында мен сендерге үй тапсырмасын берем. Бүгінгі тапсырмада қызбен танысу туралы жолдарын айтып кеттік.
қызбен танысу жолдарын айтып кеттік. Сол себептен бүгінгі тапсырмада көшеге шығып бүгінше 5-10 қызбен танысу керек. Сендерге өте қиын болады, бірақ қалай танысу керек? Көшеге шығасыңдар, көшеге дала болсын, саябақ болсын, әдемі қызға жақындаймыз, әдемі жай қызға жақындамаймыз. Өйткені жай қызға әр адам жақындай алады. Сол үшін жай қызға жақындаймызда сәлем, қалайсың деп айтамыз. Жақсы десе, жақсы деп қасына өтіп кетеміз. Сол ғана тапсырма. Ұзақ сөйлесудің қажеті жоқ. Қасына жақындаймыз, сәлем, қалайсың? Ол қарайды да сендерге. Жақсы немесе кімсің десе, аттарың айтасыңдар да бұрып кетіп қаласыңдар, болды. Сол ғана ең басты тапсырма. Былай танысудың қажеті жоқ. Мен сендерге кейінгі видеоларда бәрін айтып беремін. Жақсы жігіттер, сау болыңдар. Кездескенше.